Әлемдегі ерекше құбылыстардың бірі бакландардың ұя салу әдісімен таныс болыңыздар. Бұл Маңғыстаудағы қарақұтандардың, яғни бакландардың ұялары. Халық арасында кейде қарабай деп те атап жатады. Ерекшелігі ұялары, қолмен қойғандай қаз қатар тізілген, ашық далаға шөптің үстіне шоғырланып, тоқып салады. Құрық ауылындағы бакландардың жартасқа ұя салуын көрдік. Ал мына жердегі бакландар бір саппен салынған ұяларды көріп отырмыз. Бұл өте ерекше құбылыс. Маңғыстау тек шөл мен тас емес, бұл тіршілікке толы мекен, Қарақұтанның мекені. Осындай ғажапты бірге көріп, табиғатты аялайық.